Сәлем достар, бұл көзбен көр айдары. Мен Ақыл Мағданов. Бүгінгі шығарылымда iPhone ұялы телефонының iOS 14 версиясының ерекшеліктерін айтатын боламын. Кеттік. iOS 14 версиясын мына суретте көрсетілген iPhone-ның модельдері қолданатын болады. Маған ең алғаш көзге түскені бұл виджеттер. Егер де байқап отырсаңыздар, әр приложениені бөлек-бөлек категория бойынша іріктеп қойған. Бұл өте тиімді. Егер де сіз браузер арқылы кино немесе видео көріп отырған болсаңыз, ол кинодан шықпай-ақ басқа да телефонның мүмкіншіліктерін пайдалансаңыз болады. WhatsApp-қа жауап беру, Instagram қарау секілді. Видео түсірер алдында видеоның настройкасын жоғарғы оң жақ шеттен өзгертсе болады. Бұрынғы версияларда бұл нәрсе болмаған. Ол үшін арнайы настройка керетін едік. Маған ұнаған функциялардың бірі телефонның артын екі рет шертіп скриншот жасауға болады. Ол үшін арнайы настройкасын қосамыз. Одан кейін телефонның артын екі рет чертіп скриншот жасаймыз. Және де скриндегі бір ерекшелік, егер де бір нәрсені белгілесеңіз, дөңгелек қылып белгілейсіз, және де экранды басып тұрсаңыз, ол автомат түрде ровно дөңгелектеп береді. Стрелка жасасаңыздар да болады. iOS 14-те аудармашы, яғни переводчик пайда болған. Оның ішінде 11 тілі бар. Қалаған тілге қойып, өзіңіздің сөзіңізді немесе текстті аударсаңыз болады. Бұған міндетті түрде интернет қажет емес. Яғни офлайн пайдалана аласыздар. Өзіңіздің стикеріңізді, яғни эмоджиді өзгертсеңіз болады. Ол үшін арнайы настройкасын жасайсыз, яғни маска қойсаңыз болады, немесе бірнеше шапка қойсаңыздар болады. Оның түсін өзгерте аласыздар. Экран бетіндегі приложениені өшіріп тастасаңыздар болады. Ол экран бетінің өшкенмен телефоннан өшпейді.